Қош келдіңіздер. Менің есімім Александр Македонский. Егерде мен сіздерге керек болсам, Тамирис деп шақырсаңыздар болады. Мінеки меню ала қойыңыздар, тапсырыс бере қойыңыздар. Так, маған мясо по-тайски, цезарь салат, оливье салат, кычины, пирожное, сок және кальян. Болды. Айтпақшы, бізде картоп пино атты өте дәмді суши бар. Бәлкім қызыңызға алып беретін шығарсыз? Әрине. Тамаша. Ал сіз неге тапсырыс бересіз? Маған қара шай. Бая сайына 500. Мәштеңіз әдемі екен. Өзіңіз кім? Қой, папаңыз ба біреу алып берген жер? Неге олай дейсіз? Өзім әншімін. Қолыма қарап жаман ойламаңыз. Сапожник 5 сапог деген сияқты ғой. Болды, келді. Ренжімеңізші. 100 теңгем жетпей қалды. Соткаңыз нөміріңіз бересіңізші, мен сізге баланс құя салайын. Жарайды онда. Маған бағанағы әніңізді айтып берсең. Алдасаң да, арбасаң да, таңдасаң да, басқаны сен жаным. Қалмасаң да, әрқашан да, арналады енді әнім. Ай, жақсы ма? Күннен сұрап, айдан сұрап, жауабы жоқ, қайран сұрақ, өзің дейтін, көзілмейтін кездер ай. Аңсаттырып, шашаттырып, арамызды алшақылып, қамығатын, сағынатын сөздер ай. Шақырмаймын. Сен не бақсыушын ба не? Бақсыуымын. Класстан еш шығамайсың. Бірінші. Келді десе дуатымен шықпайтын ғой. Сұғам, бір пердем алдында жылап қалды. Асыл, мешасың ба? Мешасың ба? Бір пердем шығам. Жетесе біздің папа мешасың ба не? Папа айтам, айтып кеттің. Папа айтам. Шықпайым? Үлкен ғой ол. Деу ғой. Кішкентай кезде кішкентай болған ғой. Асыл, мешасың ба? Ананы бір пердем, бытшып қойған. Шығасың ба? Сұғам. Жетесе жетінші кесті арна мешасың ба не? Шықпайым? Сен арна мешасың деп айтып қойып берсін атыңды. Бытсын жап кетті. Шықпай. Асыл, мешасың ба? Шықпайын. Сен не? Бірінші кәстің әлшеріме шықпайсың ба не? Сұғам бір пердем алдында сұрақ қалды ғой. Ұрам. Сен екі оқисың да, бірінші кәстің әлшеріме шықпайсың. Үй жақта балалардың бәріне айтам, сені әлшеріме шықпайды деп сен чорсын айтам. Сұғам мен оны не? Сұғам әлшер мен оны. Детство, ты куда бежишь? Детство, ты куда? Ойбай қасқа өліп қалды ау не? Ой, қараңғы. Өліп қалды ғой анау, айтсаңдаршы бар. Не қарап тұрсаңыз? Не қатын екем бір жүргенші бар. Барсашы бар. Алла, қумашы мынау кино ғой. Сенің даусыңды біреу естіп отыр ма? Неме өзімен өзің жылап отырсың? Бұл актерлар ойластырылған кино. Әкеш, одан да бір футбол керек. Жылап қаншытың ғой. Пас берсей, 6 нөмірге пас берсей, ашық қой. Ой, көппәйек. Мына Рамысты шығару керек, тренерін алмастыру керек. Ей, Төкен, сені ешкім тыңдап отқан жоқ. Сен телевизордың бер жағында отырсың. Сені ол жақта ешкім естімейді. Ақырып, өйтіп бақырып, даусың шығармақ қой сен. Маған жаңа айтып отыр едің ғой. Ойбай. Маған айтпайды еще, айтпа бірдеңе қылмайды. I love is a lie. And so we begin. Қасен, мына сендердің терезелерің бар ғой негіз. Дұрыс салынбаған. Күн түспейді, ертең сквозняк айдай, мына сірес болады, үйің сасиды. Сосын мына бар ғой, қабырғалардың өревені қайтеді. Стяжканы қарашы мен, дұрыс емес құлайды ертең үйге. Аман жол де, сол өзбектерді өздері ба келген, істеп берген түрі мынау далаға барып ақылдасып. Мынада ат қош жоқ. Ертең шатырыңда қар тұрады, суық кетпейтін арада бар ғой. Қой, не бір парарақ келді нормально деп айтып кетті. Бір данышпансың айтып кетіп отырайықшы. Стройкадан яшып кетті. Анау YouTube дейтін сайт бар емес па? Бар. Сонда арабтарды қарай берме, бай екене ойбай. Олар деген мұнаймен байып отыр ғой. Ешкім жұмыс істемейді олар жақта. Туылған балаға 150 мың доллардан береді екен әке. Кетай ба? Рас. Ойбай, бізде толған бала 7 мың доллар қарызға кіреді дейді ғой. Қазіргі олар слабый. Шай ішейікші. Шықтай киініп алып қайда барайын жатсың? Мама, көшеге шыққалы жатырмын, қалай киім? Көшеге шықсаң сағат 11-де қайтатын бол. Қазір қаншама адам ұрланып жатыр. Сен де ұрлап кетіп жүреді. Үйде жалғыз баласың өзі. Қойшы мама, жасым болса 20-да мені кім алады? Үйбай, анау жасы 35-те ақыл ойды ұрлап кетті ғой. Жоқ қой, қазір ешкім таба алмай жүр. Қой.
Мама, ондайға барғалы жатқан жоқпыз, біз суға барамыз тек балалармен. Ей, су демекші ана көрші ауылда қыз батып кетіп оған жігіт құтқарайын деп жатыр. Екеуі бірге ағып кетті. Өліп қалды қазір екеуі де жоқ. Шылын жасайын деп жатыр ертіп қой. Қойшы мама, қайдағы су? Біз балалармен клубқа барамыз. Болды, кеттім. Ойбай, көтек, клубқа мен сені жібермеймін. Шешін. Анау Алмаз, білесің ғой Алмазды? Таныс болып пышақтап кеткен. Ол жерде күлке, ішетіндер, шегетіндер жүреді, ол жерде шайтандар ол жерде барлығы жүрген. Бармайсың, клубы құрсын. Мама, қойшы болды, жарайды. Алаңдамашы әйтеуір. Машинаны келтіреді. Қой, машина айдамайсың. Сен алдында анау корректив жадыра көріпті. Қызынан өтіп барады дейді ғой, мен айда деймін ғой, мен саған осы. Қойшы басып мама. Анау артында отырып балалар. Давай деген сайып тірейсің ғой 180-ге оңбаға. Қой, жаяу жүр. Жарайды, мама, алаңдамашы. Жаяу барайын, жарайды. Мама атайым, алаңдамашы. Мен сені көргеніме қатты қуаныштымын бар ғой. Сенің тойың болды, содан бері енді бір жылдан кейін барып көріп отырмын ғой. Ана енең албасты бетінен май ішіп саз бет болып тұрды ана тойда көргенде бар ғой. Енең туралы айтпашы маған. Енені қойшы, пожалуйста. Ол кісі мына жерде тұр. Ене деген мына жерде тұр. Нормально по душам сөйлесейікші, нормально тек қаппыз. Енді мен енді тұрмысқа шықпағам ғой, білмеймін ғой енді қалай болатынын. Басында күшті болады шығар. Не сұрақ қойып отырсың? Енді түсініп отырмын. Басында любой нәрсенің басы тема басталады. Бір-екі шай тоқтамайсың, базар жоқ. Одан кейін любой нәрседен жалғады екенсің. Мысалы сен күнде рожки жемесең жалғасың ғой. Сол сияқты ғой. Сендер жақта таңғы сағат 6-та тұрып алады дейді ғой, шын ба сол? Рас. Әтеш тауықтармен бірдей тұрасың ғой. Общение дейсің ғой. Общение, печенье тауықтармен. И сәлем бересің ғой. Күнде мынау ата енеңе таңертең тұрып сәлем бересің. Достал мынау уже. Дала сыпырасың, пол жуасың, үйдің қонақтарын күтесің. Уже келін болу деген мына жерде тұр. Адамдары мынандай базар жоқ. Пысық болып шығасың. Мен уже отыра алмаймын. Міне. Сенің мына сөздеріңді естіп мен қалай байға келемін, қорқып отырмын. Айман, немене қорқып отырсың? Сен бірінші жігіт тауып алсай. Жан, сен бағаннан бері маған бір нәрсе айта алмай тұрсың. Не айта алмай тұрсың? Айтшы. Ертең әскерге кеткен жатырмын. Не айтып тұрсың? Сенің денсаулығыңа жарамайды ғой, сен айта аласың ғой. Білем ғой, үйдегілер сөйлесті, әскерге кетем ертең. Сонда бұл екеуміздің соңғы кездесуіміз ба? Сен сонда күтпеймін дегің келіп отыр ма не? Жоқ, күтем ғой, біздің екеуміздің арманымыз ше. Арманымыздың барлығы сен күтсең орындалады. Уәде бересің ба? Сәлем жаным, қалайсың? Мені сағындың ба? Әрине сағындым. Не істеп жатсың? Неге звондамай кеттің? Кімнің номері мынау? Мен бүгін сол қарауылдамын. Жақында сотқа аламын. Сол кезде өзім звондаймын. Мынау менің нөмірім емес. Ар жақта қалай болып жатыр өзі? Ұрмай ма ешкім? Менің ана ағам псих болып қайтып еді. Сен де жарты бас болып қайтпа жан. Қандай таяқ жеген? Ей, бараса бүкіл деттарды мен қарадым ғой. Қазір 2 ротаны қарап отырмын. Армияға барғандардың барлығы қырдың жойдың дейді. Сонда кім таяқ жейді? Ей, оны қойшы, жарайды. Сен өз мені күтіп жүрсің ба? Бар жоқ, 98 күн қалды. Жігіттерге қарама, мені күт. Әрине күтем. Бадым сулайды бұл уақыт тілеймін саған. Міне уа, 80 жылдағы бүкіл музыкаларды жазып алып келдім. Тыңда, алуа қара. Төкен, бір жүрген қуғынбай болдың ғой сол кезде. Шашың болса бера пұтыңнан. Кала киіп алып 65-тер болып клубтың барлығын сыпырып жүретін едіңдер ғой. Аха, бұл түк емес. Осы өлеңмен сені сындырдым ғой, қазір қосам. Есіңнен кетпеген шығар әлі. 65-тер.